Сен нешік мұнда? Сені күтір. Әйтер сөзім бар сима. Біздің сенен білен сөйлешер сөзлер біткен. Бар қайт. Қатының күте тұрғандар еді. Құлма. Фаузи, әйтер сөзім бар. Кет. Тыңла. Кет. Тыңла, Фаузи. Қалдыр мені. Әйтер. Берін ұшса. Әйтер сөзім бар, Фаузи. Кетем, ләкин кеткенше әйтер сөзім бар. Мен Фазылның неше өлгенін көрдім. Әйе, Фазыл пойызасына мәкенді мен алғаным. Ерін шәрігін әйді. Не? Ол өлген шауын халқы арасында Фазыл үзілімі біле өлмәді. Фазылын өтіргенлер деген хабарда таралып өлгірген еді. Мені шынамын сөздерге. Ялға, жемші ялға. Фазылның неше өлгенін бір меңгіні көрдім. Бір меңгіні бір. Демек, поезд машинасары көріп қалған екінші кіші сенде. Демек? Жоқ. Мен Фазылынан өтірмәдім. Тегі, қиындар түнді. Мен от жегіп, ұстасыға кеттім. Ай, қазір ешірмеймін. Сөйлесен да болады. Мен маңда кіріп қонып беріп тұрған сүйеркам бар. Ләкин ол қатынды алып күміш қасыда менің көңіл сағышымды басалмады. Өзімді, менде де бұл күні қисы сезе башладым. Ертеңгі кешілі, олтылар, тоныш кешен шырамасында деп станцияға шықтым. Шықсам, станция қаршында Фазыл басып тұра. Оны көргештен ішіткен шалданып сөйлеп кеттім, тағы сөйлешесін. Оңлашасы келді. Ләкин ол мені көруға негәдір, темірін өлген ақшауға башлады. Поезд келіп мені тұттаған еді. Мен аның артынан домбырға, ол екен шерқа, мен аның артынан. Егір ауыл темірін өлген ашықпа күн yola. Тоқта менен Фазыл, мен сен ана шарық біләді деп қашқырам. Жоқ!